Барлығына сәлем. Барлығы күні бойы жылы су ішуді ұсынады. Жылы судың әсері туралы шығыс медицинасы бойынша бірнеше маңызды нюанстар бар. Бейнені соңына дейін қараңыз. Өз каналымда өте құнды ақпаратпен бөлісетін боламын, бірақ видеоны бастамай тұрып сіздерге өтінішім бар. Мен 1000 подписчик жинауға мақсат қойдым. Сіздерден сол арман мақсатымды орындауыма көмектесуді сұраймын. Көмектесу үшін осы видеоға лайк басып, подписка жасап кетсеңіз болғаны. Алдын ала рахмет. Көбіміз күнімізді бір кесе қош иісті кофемен немесе ыстық шаймен бастайтынымыз жасырын емес. Бұл сусындар шынымен қуаттандырады, дегенмен сұрақ туындайды. Таңертең осы өнімдермен бастаған дұрыс па? Денсаулықтың кілті су балансын сақтау және сұйықтықты жеткілікті мөлшерде ішу керек екенін бәріміз білеміз. Дұрыс тамақтануды жақтаушылар өз күнін бір стакан су ішумен бастайды. Ас қорытуды және зат алмасуды жақсартады. Егер біз сізге тұтынылатын сұйықтықтарды мөлшері ғана емес, сонымен қатар оның температурасы маңызды екенін айтсақ ше. Осы бейнеде біз жылы суды пайдаланудың қандай пайдасы бар екенін анықтауға тырысамыз. Шығыс медицинасы бойынша жылы судың оң әсері Қытайда пайда болған. Жылы судың пайдасы туралы теория Қытайдың қосарлы ин-и-ян философиясы арқылы өз ізін қалдырған. Қытай медицинасы бойынша суық суды қолдану арқылы денедегі ян тепе-теңдікті бұзады. Судың температурасы біздің денеміздің температурасымен тең болуы керек. Дене температурасы 37 градус болуы керек. Егер адам ауырса, бұл суықтың бастауы болып саналады. Яғни тепе-теңдікті қалпына келтіру үшін ыстық су ішу керек. Бұл теорияға сәйкес суық суды мүлдем ішу ұсынылмайды. Ал бүйректің жұмысына байланысты асқазан жылытады және оны жылыту арқылы бүйрек энергиясын құртады. Сондықтан ағзаның денсаулығы үшін жылы су ішкен дұрыс. Оның дәмі суық суға ұқсамайды және оны тұтыну қиынырақ. Сондықтан бірте-бірте бірнеше жұтым және мүмкіндігінше көп ішіңіз. Содан кейін күнделікті жылы судың мөлшерін көбейтіңіз. Ол асқазаннан өтіп ішекке тез енеді. Өйткені оны қорытуды және қыздыруды қажет етпейді. Тамақпен және ас қорыту ферменттермен араласпауы үшін жылы суды аш қарынға ішу керек. Жылы суды ішкенде ол асқазанда қалмайды. Кез келген басқа сұйықтықтар, жеміс сусындары немесе компоттарды ішкенде күрделі компоненттерді қарапайымға ыдырату үшін ферменттермен алдын ала өңдеу қажет етеді. Ал жылы су денеге салмақ түсірмейді және аш қарынға ішкен жылы судың ағзаға пайдасы тез. Аш қарынға ішкен жылы судың зат алмасуды тездететіні бұрыннан белгілі. Бұл суық суға да қатысты, бірақ жылы су метаболизмді бірнеше жылдамдатады және дене температурасын жоғарылатады. Әсіресе жылы суға лимон мен зімбір қоссаңыз, ас қорытуды жақсартатын және денені тазартатын пайдалы заттардың көзі болып табылады. Жылы су ішу іш қатумен күресуге көмектеседі. Ол нәжісті жұмсартады және олардың оңай шығарылуын жеңілдетеді. Сондай-ақ мұндай су ішекті токсиндер мен шлактардан тазартады. Жылы су тағамды сапалы өңдеуге қажетті ас қорыту ферменттерінің шығарылуын ынталандырады. Майларды кетіруді қиындататын суық суға қарағанда жылы судың айырмашылығы тағамды жоғары сапалы өңдеу үшін қажет. Жылы су липидтерді ерітеді және олардың шығарылуын жақсартады. Әсіресе олар қан тамырларының қабырғаларында жиналып пляшкалар түзуі мүмкін. Асқазан ішек жолдарының жұмысын жақсарту үшін және пайдалы компоненттердің жақсы сіңуі үшін жылы суды тамақ алдында және одан кейін ішуге болады. Ол ішек жұмысын қалыпқа келтіреді, сұйықтықты аз мөлшерде қабылдау нәжістің ішек арқылы өтуін тежейді. Бұл іш қатуды және іштің ауырсынуын тудырады. Бұған жол бермеу үшін кем дегенде күніне 2 литр жылы су ішу керек. Жылы су организмнен токсиндерді кетіреді, ағзадан қажет емес қалдықтардан, зиянды заттардан тазартады. Сонымен қатар бүйректің жұмысын жақсартады және зәр шығару жолдарының жақсы жұмыс істеуі үшін қанды токсиндерден тазартуға және оларды несеппен ағзадан шығаруға қатысатын бауыр болғандықтан әрқашан сұйықтықты жеткілікті мөлшерде ішіңіз. Жылы су суық тию белгілерін жеңілдетеді. Жылы су ағзадан вирусты тез жоюға көмектеседі. Сондықтан суық тию кезінде көп сұйықтық ішу ұсынылады.
Ол құрғақ жөтелді жеңілдетеді. Жылы суға бал мен лимон қосыңыз. Бұл рецепт бұрыннан белгілі. Сонымен қатар жылы су жөтелге қарсы таблеткалардан гөрі мұрын, жұтқыншақ пен тыныс алу жолдарының ісінуін жояды. Жылы судың қарсы көрсетілімдері мен зиянды әсерлері жоқ. Ол цистит пен зәр шығару жүйесінің ауруларына көмектеседі. Яғни қуықтың шырысты қабығы қабынған кезде жылы суды көп мөлшерде тұтыну маңызды. Ағзадағы зиянды бактерияларды жояды және симптомдарды жеңілдетеді. Әсіресе лимон мен мүкжидек қосылған сусын өте тиімді. Бұндай жылы сусын қолайсыз қышқылды ортаның салдарынан инфекцияны жояды, ауырсынуды басады. Ыстық су спазмды жоюға көмектеседі. Бұл емдеу жатыр етеккірінің ауырсынуына көмектеседі және қан тамырларының жиырылуына байланысты бас ауруына көмектеседі. Терінің күйін жақсартады, ішек пен қан тамырларын токсиндерден, көптеген бөртпелерден тазартады. Бұл дененің шлак пен токсиндерге толып қалуының себебі. Үнемі жылы суды ішу арқылы сіз сау, таза және бөртпесіз тегіс теріге ие боласыз. Адамдардың көпшілігі үшін ең аз мөлшері күніне 2 литр жылы су қолдану денсаулыққа пайдалы және тиімді. Қан айналымын жақсартады. Сұйықтықтың жеткілікті мөлшері қанды сұйылтады, оны токсиндерден тазартады және барлық органдар мен діндерді қанмен қамтамасыз етуін жақсартады. Жастық шақты ұзартады. Әр түрлі ұлпалар мен мүшелердің жасушаларының өмірлік циклін сақтау үшін қажет. Ежелден бері емшілер мен дәрігерлер ағзадағы сұйықтықтың жетіспеушілігі оның кебуіне ықпал ететінін білген. Бұл әсіресе үлкен жастағы адамдарға қатысты. Өйткені жасы ұлғайған сайын діндердегі судың мөлшері айтарлықтай төмендейді. Сондықтан суды жеткілікті мөлшерде қамтамасыз ету маңызды. Бұзылған қан бас ауруын тудырады, тромбоздың және де басқа да асқынулардың қаупін арттырады. Үнемі жылы су ішіп отырсаңыз, өзіңізді осындай зардаптардан сақтай аласыз. Сонымен қатар сұйықтықтың жеткілікті мөлшері бет терісіндегі әжімдерді кетіреді. Таңертеңгі ішкен су сүйектерге көмектеседі. Жылы су біз айтқанымыздай ертерек қанды сұйылтады және ұлпалар мен мүшелердің қанмен қамтамасыз етілуін жақсартады. Минералды судың ерекшелігі сүйектердің құрылымдық элементтері болып табылатын кальцийдің көзі бар. Бір стакан су тұмаудың алдын алады. Үнемі жылы су қабылдау сіздің иммунитетіңіздің жағдайын жақсартады. Жылы су жақсы қанмен қамтамасыз етеді және осы екі компоненттің арқасында лимфа жүйесін іске қосады. Ағза ОРВИ және тұмау вирустарымен күреседі. Неліктен жылы суды күні бойы ішу керек? Жылы суды тек қана таңертең немесе кешке ғана емес, күні бойы ішу ұсынылады. Таңертең зат алмасуды жақсартып денені жұмысқа дайындайсыз. Бұл процесс әсіресе таңертең бір стакан жылы су ішу арқылы артық салмақтан арылғысы келетін адамдар үшін қажет. Таңертең жылы су ішу арқылы тамақты аз мөлшерде жейсіз, өйткені асқазанның бір бөлігін су алып тұрады. Жылы су ас қорыту ферменттерінің жұмысын жақсартады және тағамнан қоректік заттардың сіңілуін жеңілдетеді. Түнде бір стакан су ішу арқылы ұйқыны жақсартасыз. Денсаулық пен жастықты ұзартады. Әрбір адам күні бойы жылы су ішу керек. Жылы судың ешқандай қарсы әсері жоқ. Дегенмен суды кейбір аурулары бар адамдар абайлап ішу керек. Егер сізде қан қысымының жоғарылауымен және ісінуімен көрінетін созылмалы бүйрек ауруы болса, дәрігермен кеңескен дұрыс. Егер сізде балға және лимон мен имбирге аллергияңыз болса, онда жағымсыз реакцияларды болдырмау үшін оларды суға қоспаңыз. Өт қабында тастар болса, ішетін сұйықтық мөлшерін бақылау керек. Өйткені жылы су өт ағуын тездетеді және тастардың қозғалысын тудыруы мүмкін. Сондықтан дене қызып кетпес үшін жылы суды ішуге болмайды. Жедел холециститте, яғни өт қабының қабынуында жылы суды тұтынуды шектеген дұрыс. Себебі бұл ауырсынуды күшейтеді. Жүрек, тамыр және бүйрек ауруларына байланысты ісінуге бейім болсаңыз, суды ішер алдында дәрігермен кеңесіңіз. Маңызды мәселе: жоғарыда айтылған ақпараттар тек таза жылы суға қатысты. Егер сіз ыстық шай немесе шөп қайнатпасын ішетін болсаңыз, дененің денсаулығы мен сұлулығы үшін мұндай нәтиже алмас едіңіз. Үнемі 2 литр ыстық су ішіңіз. Сізді суық тиюден сақтайды, сусыздандырудан,
буындардағы ауыр сынудан сақтайды. Өйткені жылы судың дәмі ерекше және оны әркім оңай іше бермейді. Оған лимон немесе жалбыз қосып көріңіз. Бұл әдетте қажетті мөлшерде су ішуге көмектеседі. Арнадағы видеоны аяқтаймыз. Көкөністер мен жемістердің пайдасы мен зияны, сонымен қатар аурулар мен оларды емдеу әдістері туралы көптеген қызықты видеолар таба аласыз. Сондықтан каналға жазылуды және қоңырауды басуды ұмытпаңыз. Видео ұнаса отбасыңызбен және достарыңызбен бөліссеңіз мен риза боламын. Кездескенше сау саламатта болыңыз.